сол ғой. Ана бір әлгі неде айтылды ғой жаңағы жерде. Тұсаукесерде. Тұсаукесерде айтылды ғой. Әлгі Баймұрзин айтты ғой. Иттің баласы Алаш Ағыбайдың қолынан келмеген сенің қолыңнан келе ме деп. Есте жүрсің сен деп. Оны түсіндік қой қолымыздан келмейтіндігін. Содан кейін жаңағы кіріскенім ғой осы. Үнемі жинақтап оқығанның бәрін түйіндеп содан кейін қолым босағадан кейін отырғаным ғой. Біраз негізі Ғалеке аға дейміз, көке дейміз. Мынау енді құнды кітаптарыңызды сіз біреуге беріп қоймаңыз. Біразын маған беріңіз. Шамаңыз келсе. Өйткені мен осының редакторы болып, мынау кітабыңызды баспаға шығартып, Бақтыбай екеуміз жүрміз ғой. Шамамыз келсе, құдірет жетсе, соны жалғастырармыз, толықтырып отырармыз. Басқа бір қырларын ашармыз. Есіңізде болсын. Өзіңіз оқып жалыққан кітаптарыңызды. Мынаның ішінде жаңағы кейін Алаш құдіреті дегенге жаңағы түсініктеме берем. Иә. Міне, ағаның өзінің қолымен жазған қолжазбасы міне. Ешқандай қазіргі кезде дау ғой, Абай болды ма болған жоқ па? Жазды ма жазған жоқ па? Мүрсейіт өзі қолбасқа қайдан алған? Иә, Мүрсейіт қайдан алды? Көкбай қайдан алды дейді. Міне мына кісінің қолтаңбасы. Құдіреттердің несі. Міне, жазу маржандай деп айта алмаймыз, бірақ өте жүйелі жазылған. Міне, осының кейбірін қазір түзеліп келеді негізі. Ағамыз есейіп жазу түзеліп келеді. Сен танысың деп баяғы. Иә. Қарап шық негізі анау телефонмен жібергенде. Жоқ, қалған жоқ ол. Мен жоқ, арт жағында біреу қалып қойды. Жоқ, соны тауып беріңіздер. Бүкіл қолжазбаны маған беріңізші, мен қайттан бір сүзіп қарап шығам. Или сіздер сүзіп беріңіздер. Ана ептеп жалқауларды жұмысқа қоссаңызшы, менің шамам келмей жатыр.